Ассалаумағалейкум достар, бізге жазылып және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Теміртауда балабақша медбике мен тәрбиеші бүлдіршіндердің көзінше төбелесті. Уақиға Теміртаудағы әдемі балабақшасында болған. Видеода бүлдіршіндердің отырғанына қарамастан медбикенің тәрбиешіге келіп бірдеңелер айтқанын байқайсыз. Кейін есіктің түбіне жақындағанда бір-біріне қол ала жүгіреді. Көп ұзамай олардың төбелесін өзге әйелдің тоқтатқанын байқайсыз. Медбике тәрбиешіге тап берді. Артық осы төбелеске алып келген бүлдіршіндер қатты қорқып қалды. Олар тіпті сол күнгі уақиға үйге келген бетте айтты: "Біз дәрігерден қорқамыз" деп балабақшаға барғысы келмейді. Ата-ана ретінде балаларымыздың болашағына алаңдаймыз. Білім басқармасына арыздандық деп жазылған. Теміртау қалалық білім басқармасы бұл жағдайға қатысты көп ұзамай түсініктеме берді. Олар қызметтік тексеріс басталғанын хабарлады. Қайыр сау болыңыз, бізді тамашалауды жалғастырыңыз.